Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен мына айыр қалпақ туралы сабағымды ары қарай жалғастырамын. Қалпақтарымыз бізде әртүрлі светте, матасы да әртүрлі, тігілуді әртүрлі. Бұл жерде енді художниктің, суретшінің сұрауы бойынша 5 түрлі биге арналып жасалынып тігілінді. Мен ескезін былай сызып қойдым, мысал үшін. Мынандай төбесі домалақ, төбесі үш бұрыш, аяқ жағы мынандай доғаланып келеді. Мына жерде наоборот жоғары қарай, екі жағына қарай үлкейіп кетеді. Ұзарып екі жағы. Мына жерде алды айыр. Мына жерде, например, төбесі биік болса, астыңғы жағы тоже биік, и мына екі жағы тоже биік болып кетеді. Мына жер кішкене қайтқа ұқсап келеді. В общем, әртүрлі билердің айыр қалпақтарын, жаңағы қалпақтарын жасап көрсетемін. Мен өзім қолданып жүрген шаблондарым бар. Әртүрлі осындай. Мынандай бар. Бұл оңайырақ болады. Біріншісіне келеді, бірақ мына төбесі үш бұрыш болып тұр. Бұл дөңгелек жасап жүрген болады. Мынау кішкене төбелері жалпақ. Мына жағы тоже жаңа қырғыздікіне керек келеді, бірақ қырғыздық емес, мынау алды биік. Орманхан дегенге біреуге жасаппын. Міне бұның да төбесі мыналарға қарағанда уже биігірек. Көрдіңіз, мынау бойы қысқа. Мынау міне Қабан Құнанбайға жасаған кезінде, ол тоже биік. А біз қазір жасайтынбыз, бұлардан да биік. Біріншіден айыр қалпағымызды фетрден және оны сыртын қаптайтын матамен біріктіріп тігіп аламыз. Одан кейін барып төбесін қиылған выточкамызды біріктіріп тігеміз. Одан кейін барып артқы жағын барып тігеміз. Артқы жағын қайырлатын жерін. Соның шетін полностью кособейкамен қаптап шығамыз. Одан кейін барып уже біріктіреміз. Теріс қаратып біріктіреміз. Мына бас киімде бірінші біз мына сыртқы қайырлатын жерін тігіп аламыз. О жерде бізде басқа матадан тесманың орнына бір жолақ жасадық. Соны тігіп аламыз. Мына бас киімде біз бірінші сыртын тігеміз, өйткені о жерде ортасынан, центрден жолақ кетіп тұр. Соны бірінші тігіп аламыз. Одан кейін барып екінші қайырлатын жағын тігеміз. Одан кейін оның шетін жаңа кособейка жасап өзіміз сонымен тігіп аламыз. Артығын кесіп тастаймыз, конечно. Бұл бас киімде бас жағы бізде домаланып келеді. Әдемі домаланып, жақсы болып көрінеді енді ол да. Енді ішін төбесін біріктіріп тігу ғана қалды бізде. Мынау енді айыр қалпағымызды тігіп жатырмыз. Біріншіден міне центрін тігіп алдық. Центрін бөлек тігіп алдық. Одан кейін мына айырық жерін бөлек тігеміз. Бірінші іш жағынан бастап тігеміз қайырып, оны сыртына қайырып, бүктеп, осылай тігіп тастаймыз. Мына мата бізде кожзам, замша дейді ғой, сондай матадан тігіліп жатыр. Міне айыр қалпағымыз дайын болды. Енді бұны қайырып, тура келтіріп, тура өзіне. Оның айырылған жерін кішкене қолмен тігіп ұстатып қоямыз. Сонымен біздің айыр қалпағымыз дайын болды. Енді айыр қалпақтарымыздың астарын астарлауымыз керек. Бәрін тігіп болғаннан кейін, мына қайырлатын жеріне дейін барлығын формасы бойынша краить етіп аламыз бяздан. Енді біреу подкладочный, бяз жақсы негізі терлетпейді. Сол бязбен краить етіп алып, соның бәрін тігіп шығамыз. Міне құрметті көрермендер, біздің айыр қалпақтарымыз дайын. Міне қайық сияқты, тағы бір биіміздің қалпағы дайын.
әртүрлі формадағы айырғалпақтар. Құрметті көрермендер, менің каналыма жазылып, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Кемшіліктерім болса кешіріңіздер. Менің келесі видеомда малақайлар жасап көрсетемін. Құрметті көрермендер, қалып қалмаңыздар. Көріп отырыңыздар менің каналымды. Келесі кездескенше, құрметті көрермендер, аман есен болыңыздар.